фруктовый нарезканы бастаймыз. Бізге керегі бір ананас, 2 апельсин, қызыл виноград, міне 4 жасыл алма, 4 қызыл алма, 2-3 груша және 4-5 киви. Бар жоғы осы. Бірінші апельсинімізді жұқалып, осы турап аламыз. Міне қыздар турап алдық. Енді осылай айнаны по кругу салып шығамыз. Жұқалып тураймыз. Енді ананасты ойып аламыз. Кесеміз ананасты. Ішін осылай ойып аламыз. Пышақ қыздар обязательно өткір болу керек. Осыны өзінің посудасы қылып қоямыз. Мына ананасты ішіне турап саламыз. Крупный қылдырасыздар ма, мелкий қылдырасыздар ма, өз еріктеріңіз. Хотите крупно, хотите мелко. Қыздар сары апельсинді төседік. Не шықтық, салып шықтық. Енді бізге керек қызыл алма. Алманың всегда крупныйын алу керек. Яркий цветтерін. Мына бұрышын бұлай кесіп алып тастаймыз. Не үшін? Мына алма бұлай тұру үшін. Енді міне 1, 2 осылай кесеміз. Мына срез кездесіп алма шығу керек. Осылай 4 алманы шығарып, по кругу бұлай айналдырып қойып шығамыз. Міне екіншісі шығарамыз срезді. Тағы да 1-2 жағынан срезді шығарамыз. Көріп тұрсыздар, яғни. Міне қызыл алманы қойып шықтық. Мына жерде даже 4 емес, мына жерде 3 алма. Енді дәл осылай жасыл алманы қызыл алманың үстіне қойып шығам. 4-ке бөлем. Дәл сондай кесіп, жасыл алманы қызыл алманың үстіне қойып шығамыз. Міне айналдырып қойып шығамыз да. Қыздар, біз жасыл алманы міне айналдырып қойып шықтық. Менде 2,5 алма кетті. Толықта болған. Енді менде апельсин, дәл солай 1 апельсин. Бұл апельсинді 4 жағына қоямыз. Міне қыздар, апельсинді қойып шықтық 4 жағынан. Енді грушаны 4-ке бөлсеңіздер болады, 2-ге бөлсеңіздер болады. Маған 4-ке бөлген әдемірек ұнайды да өзіме. Нежный болып көрінеді 2-ке бөлгеннен. Осылай. Дәл алманың техникасындай бәрін тураймыз. Бәріне бір техника ғой негізінде. Осылай қойып шығамыз. Қыздар, міне грушаны, бірақ груша кетті, көрдіңіздер ме?
төрт жағына қойып шықтым. 4 апельсин, 4 груша. Енді кивиді сыртын ашмаймыз, жуып алдым. Корзинаға кесеміз. Пышақ өткір болу керек обязательно. Сосын шығарамыз да айналдырып қойып шығамыз. Қыздар, міне көрдіңіздер ма? Кивиді айналдырып қойып шықтым. Енді 2 кивиді кесіп 4 жағына осылай қойып шығамыз. Енді бізге керегі қызыл виноградты айналдырып. Өздеріңіз шашы шылсаңыздар болады, әдемілеп. По фантазии. Наны мол. Мінекей қыздар, 10 адамдық топтағы нарезкамыз дайын болды. Бұл 10 адамға бұл жерде бар жоғы 3 қызыл алма, 2,5 жасыл алма, 1 груша, 2 апельсин, 1 ананас, 6 киви.